Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен стерилизация жасамай-ақ банка жабу рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осындай компот жабатын боламыз, менімен бірге болыңыздар. Бұл компоттарды сироппен жасайтын боламыз. Сол үшін бірінші кастрөлімізге ыстық су қайнаған сәтте қантымызды және шиемізді салып, бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Барлық мөлшерін описанияда жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыз болады. Және де азайтып немесе көбейтіп өзіңіздің қалауыңызға қарай жасауыңызға болады. Банканы аударып төңкеріп стерилизация жасаудың қажеті жоқ. Банканы ол үшін жақсылап тазалап ыдыс жуатын құралмен бірінші жуып аламыз. Кейін ас содасымен тағы да бір жақсылап жуып шайып аламыз. Таза болып тұрған банкамызға жеміс жидектерімізді жуып салатын боламыз. Менде бұл жерде слива, яғни сливамен алманы және де шиені араластырып ассорти компотын жасадым. Өзіңіздің қалауыңызға қарай өзге де жемістерді араластырсаңыз болады. 5-6 түйір осындай сливадан салдым және де алманың қажет емес бөліктерін алып тастап, осылай салған болатынмын. Алманың ең жақсы сортын таңдасаңыз, тәттісінен таңдасаңыз, компотыңыз одан сайын дәмді болады. Барлығына осылай салып шығатын боламыз. Алманың орнына абрикосты қолдансаңыз болады. Бір бұрқ етіп қайнаған шиемізді осылай ыстық күйінде құятын боламыз. Шиемізбен бірге араластырып барлығын құйып шығамыз және де мойнына дейін банканың водолазка етіп құямыз. Себебі жемістер жаңағыдай суды өзіне сұйықтықты сіңіру барысында, яғни компоттың өзі азайып қалуы мүмкін, сондықтан водолазка етіп толтырып шүмпілдетіп құятын боламыз. Барлығына осылай құйып шығамыз және де бұл уақыт аралығында біз қақпақты, яғни жабатын қақпағымызды ғана стерилдейтін боламыз. Ыстық күйінде бірден жабамыз. Бұл әдіс банка жабудың ең оңай тексерілген әдісі. Ешқашанда банкаңыз атылып немесе бұзылып кетпейді. Дәл осылай жасасаңыз, уақытыңызға да үнемдейтін боласыз. Әрі оңай тәсілмен банка жабатын боласыз. Міне біздің осылайша компоттарымыз дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл тексерілген рецепт. Сіздермен болған Кәмшат. Қош сау болыңыздар.